Қаржылық мониторинг агенттігі Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 9 миллиард теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі бойынша тергеп тексеру жұмыстарын жүргізуде. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, майнинг кәсіпорындарына электр энергиясын сату тек бірыңғай мемлекеттік сатып алушы арқылы және 1 мегаватт сағаттан аспайтын көлемде ғана жүзеге асырылуы тиіс. Алайда бірқатар энергиямен жабдықтаушы компаниялар 2 жыл қатарынан халыққа әлеуметтік нысандар мен стратегиялық маңызы бар кәсіпорындарға арналған электр энергиясы мен майнинг кәсіпорындарын заңсыз түрде қамтамасыз етіп келген. Жалпы қолды болған электр энергиясының көлемі 50 мегаватт сағаттан асады. Бұл 50-70 мың халқы бар қаланың энергия тұтынуымен тең көрсеткіш. Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы елордадан 2 пәтер және 4 автокөлік сатып алған. Олар мүмкін болатын тәркілеу мақсатында сот санкциясымен бұғатталды. Тергеп тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.